Сәлем достар, бүгін бізде вок кеспесі. Бұл тағам терияки тұздығынан, қуырылған тауық еті мен көкөністерден және бидай кеспесінен құралған күрделі ас. Әйтсе де дайындау 30 минут уақытыңызды алады. Шағын кастрөлге соя тұздығын, кептірілген зімбір, кептірілген сарымсақ, қант, күнбағыс майы және бал салып араластырамыз. Орташа отқа қойып, қайнай бастаған уақытында сірке суын қосып, әрдайым араластыра отырып 5-6 минут қайнатамыз. Картоп немесе жүгері крахмалын суық суда ертіп, тұздыққа қосамыз. Бірден қоюлана бастайды. Осылайша бірер минут баяу отта қайнатамыз, тұздық дайын. Үлкендеу кастрөлге су құйып қайнатамыз. Қайнаған кезде кеспені салып 3-4 минут қайнатыңыз. Әлсін-әлсін араластырып қойыңыз. Дайын кеспені қайнаған суын төгіп, суық суда бірнеше қайтара жуыңыз. Енді көкөністеріміз бен етті дайындауға көшейік. Етті шағын ұзынша кеспелерге кесеміз. Пиязды да орташа 4 бұрышты бөліктерге кесіп дайындап аламыз. Ал бұрышты жіңішке кесінділерге кесіңіз. Табаны қатты қыздырып, күнбағыс майын құямыз. Қатты отта пиязды қызғылт түске дейін қуырамыз. Етті салып, тағы 5-6 минут қатты отта ет қызарып қабыршақтанғанша қуырыңыз. Енді бетіне болгар бұрышын салып бірер минут қуырамыз. Отты бәсеңдетіп, кеспені және оның бетіне тұздықты қосып араластырамыз. Асымыз дайын болды. Қалауыңызша қуырылған күнжет сепсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.